Bundan paylaşayım mı? Beri orun-orununa turdu. Baylandık қазір бастаймыз. Бәрі кірет өзінің орнынан тұра қалады. Кішкене осылай бүлдіретіні бар енді. Нені қайтар? Оны кім емес па не? Так, мынаны иіту деп айтады. В общем, жібереді, где-то 1 минутта емізеді. Содан желіні ісінеді. Соған сүт толады. Ал иітпесе, в общем, желіне сүт келмейді. Солай ғой, ә? Қойды негізі осындай уақытта шығара беруге болады ма? Жарық, ә? Әлде анам неле төлдері бар не ма? Ала шыққысы келіп тұрмын. Кешеден кешегі құрт жинап салған. Кәдімгі жаман қарап адам. Қаталамыз ба? 10 мың адам қарап тұр кеше. Қаншадан дейді? Жазып жатыр. Айран, қаймақ, сүт, ірімшік, құрт жегілерін келсе осылай болу керек екен. Таңертең алтыда тұрасың, ауылдың тірлігі басталады, сиыр сауасың. Бұзаулар біреуге қызық, біреуге қиын, біреуге мүлде мүмкін емес. Қойлар уже қырқитын уақыт болған ба? Негізі болған жоқ. Болған жоқ па? Şimdi түсіп жатыр. 3 майда бастайды баяғыда. Иә. Мына бойдақ қойдақ. Мәселен олақта бәрі біргеміз ғой, бойдақ қой бөлек-бөлек. Иә. 9 майға дейін, 8 майға дейін, 9 майға дейін бойдақ қойды қырқып қояды. 9 майда тағы бір күн мейрамды демалып жатты. 10 майда сауысты бастайды. Екеуі бөлек. Неге бірден пайда етіп? Бөлек деген кесің ғой? Иә, бойдақ қой. Бірінші бойдақ қойды қырқып алады ғой, жаңағыдай көтеріліп тұрады, және келіп сұқталады, олақта жүнін ақша қойды. Бір сәт етті бірдей қойлады. Қойш? Иә. Адамдарды ынталандыру үшін алып жатыр ма? Жүнді сөкеді, әлде шынымен пайдаланып отыр ма? Жоқ, оны честно заводқа тапсырады. Первичный Ақтөбеде почтаға первичный обработ честно деген жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы болды. Соған нағыла ма? Соған апарып тапсырады. Еще ол
Ana sapkoldun jüni jetpey. Mına jekelin jünga bildik yoktu. Hoş. Ya akşaga. Ben azıcık deni koyup kalkıp akşaga tapşırıp buldum. Қазір олардың бұл... Сондай ынталы болса қазір мына жөнде davlat жақтасы еткен. Иә. Төмет сатып ең болмағанда килограмм 1000-2000 теңгеден қабылдайтын болса қазір. Онда келіп қойыңды қырқып берейін деп дейді адамдар. Өздері дейсің ғой, иә? Түбітті қай уақытта алады? Түбіт міне өзі тарау керек міне ұшып жатыр, міне тарамай жатырмын. Ол кезде де түбітті ала ма? Ол уақытта түбіт. Бұл уақытта ешкі жоқ қой совхозда. Ешкі бағатын совхоздар болғанша. Міне мынаның түбіті не істеп жатыр уже? Қазір 14 мың түбітті килограмм. Қой. Ешкі бақсаң ұтасың дейсің ғой, ә? Адамдардың мына көп қой бағатын адамдардың көбі не ғой мына қойдан қашсаң 40-ынан қашып жүр қазір. Қырқымы жүні пайдаға аспайды, қырқымы бөлек еңбек. Бірақ пайда нағыз қойда. Мысалы оның бәрінде мысалы қозылары бар, нелері бар. Адамдар сөйлесіп, мысалы қозы 35 мың ба мысалға? 35 қой қақса 40 бір қой берем, бір қозы берем. 40 қой 40 бір қозы берем. Солай келісу керек дейсің ғой? Келісу керек қой адамдарға сөйтіп. Ал олар 5 қозы 40 керек. Баяғыда біздің уақытымызда емеге қазір жастар бар ма айтқан? Иә. Баяғыда сәкеннің, мына ескендірлердің қойын 2 күнде қосып беріп жүрді ғой адамдар. Иә. Сәкеннің қойын даже 1 күнде қосып беріп. Қазір өйтіп ешкімге бармайды ғой? Өйтіп бармайды қазір ешкім. Сосын енді оны қырқа алмайды жалғыз өзі. Мысалы кімнің баласында 100 ешкі бар, Жалбайдың баласының бақы өткен. Сәкендікі бар, өзікі 100 ешкі бар. Ешкі? Иә. Мәсі. Соны сағанын кеш айбан. 5-6 ешкілер бірге шығаттық тұр. 20 келіп тұрып 280 мың теңге ақша қалды. Негізі түбітті ешкілерде болады шығар, иә, қару? Қылшықты ешкі, түбітті ешкі болып айырылады, бөрт ешкі болып. Мына қой баққанның бір проблемасы осы қарқымыз болды. Неде? О, бір желік сүт шықты. Бір үйдересің бә тек? Негізі ананы жіберіп, қайттан бір не істесе, 2 рет қайттан сүт толады желіне. Бірақ енді пока болған бұзау ему керек. Үйдірудің несі. Нағылсың әлі Жүнді қырқып Иә. Сосын сенбай. Иә. Гамайс па? Гамайс, киятып ана қазеттен өтеді, құм соған төсеп тастайын деп барып тиіп алып отыр ғой бала секілді. Иә. Анаудан бір атты ма әлде маса секілді. Келді таған не істейін деп жатсың деп. Ақтөбе жақта жүн өтіп жатыр екен, соған тиіп жатыр едім. Содан? Ойланып қалған шығар жасқа. Соны айтам, ә? Мына бір ақ несінің бәрі түбіт қой сонда, ә? Бірақ күйлі көйшілдігіне қарай көтерілмеу бар. Қойды көтеріліп тұрған сияқты ғой? Иә. Болды ма? Оны қандай салдың ғой? Салдың ба? Екеуі салдың.
Mынау қаяққа барады? Күнде бәрі осы орынға тұра ма, сиырлар? Почти. Бұзауларды біліп тұр, уже орнына барады, иә? Bir жетін ағынтан үйренеді. Соны айтам. Баяғана асал 9 қашарды. Иә. 7 қашарды. 9-ын айдап көріп, біреу өзі кірмей кетті де, ана қара қашарды. Иә. Сол біреуінің бұзауы кірмей кетті, ала қашарды. Иә. Сол екеуі кірмей кетті. Қалғаны кірді, екеуі. Bir жетте орын-орнына келіп тұрды ғой, бір жет. Бәрі уже? Иә. Соны Бірінші айтам. уақытта алысып байдап, екі-үштен алысып байдап, содан кейін жіпті шешпей-ақ бір жетте өзі орындарына келді. Бірақ ана күнде сөйтіп әдейі орнына байлау керек, ә? Басында үйренбей тұрған. Соны айтам. Мынаны да түнде саудың ба? Міне өрді? Бұл саумы қашар ғой, саумайды. Бұл рақатты болып тұр. Сол ма? Мына жүйрік қойын ба? Тайлақтың орнына келген ба? Байла. Ауылдың таңғы өмірі осындай. Өте керемет. Мынау осы үйімізге сол сүтті сауып, сол ірімшігімізді, құртымызды, қаймағымызды, майымызды, айранымызды өзіміз мол жеуге алып қалған сиырлар, қалған сиырлар далада, қалған туған сиырлар. Қалада бостан босқа таңертең қапылып, балаларды не істейміз, қайда апарамыз, садиктің проблемасы, ақшаның проблемасы, тағыне бітпейтін көптеген біз білмейтін, қаланың қыр-сырын білмейтін проблемалар жетерлік. Одан қайта ауылда осылай тып-тыныш таңғы уақытыңды өткізіп, сосын қазір андай не бар ғой, әңгіме бар ғой, қазір уақыт жөті қысқарып кеткен сияқты. Уақыт деген зымырап жатыр, таң атса кеш батады. Ол қаладағы адамдарға ғой, таңертең жүгіріп баратады, зырлап, проблема артынан қуып баратады. Анау жеткізгісі келмейді. Содан өзі уақыт зымырап кеш болғаны, қалай кеш болғанын білмей қалады. Біздерде уақыт тегін қазір. Алтыда тұрдық, сиырды сауамыз, қойды шығарамыз, түйені сауамыз. Содан кейін шайды ішеміз. Сосын сипарат, анау, мынау. Сонымен уже арғарай уақыт тегін, әбет болады. Әбеттен кейін кәдімгідей от души демаламыз. Уақыттың қадірі деген енді. Қалада енді уақыттың қалай айтуға болады? Қалада уақыттың қадірі қатты білді ме, әлде ауылда ма сонда? Қалада уақыттың қадірі білініп, біртүрлі бір андай бақытсыздық сияқты уақыт өтіп баратыр, жүгіріп, сондай болады. Ауылда кішкене уақыттың қадірі, вообще уақыт туралы көп ойланбайсың ғой, ауылда бақыт туралы ойланасың ғой, тек болды. Сүре білген адамға. Кәдімгідей қаладағыдай әркім өз жұмысын, ақшасын тауып жатыр. Бір жағынан малын өсіріп, депозитін өсіріп жатыр. Мынау кішігірім депозит, тағы бір айтып отырайыншы міне. Мына сиырдың баласы, ертең күзде бұлар әрқайсысы 300 мың теңгеден болады. Содан кейін келесі жылы мына сиырлар қайттан осындай бұзау туып береді.
Сол кезде олар тағы 300 мың болады. Мына кішкентай бұзаулар ол кезде 500 мың болады. Онда ойлай керек. 10 бұзау ма мына жерде? 10 бұзау биыл 3 миллион болды ма? Келесі жылы 5 миллион болады. Тағы да мыналар 10 туғанда 3 миллион болады. Сонда сенің депозитіңде, қорыңда 8 миллион теңге болады уже. Сразу. Ал қалада ондай пайда болмайды ғой. Сонда депозит көз алдыңда өседі. Осылай шамалы қой ұстап, кезекті қосып қойып, соның анау-мынауысымен күн көріп отырсаң, осылай әрқайын өмір сүруге болады ғой. Қайсына? Болды ма? Хай!